Қазақшаны қалай үйрендіңіз? Бұрын мен Қазақстанда тұрдым. Мен Созак ауданында тұрдым. 2006 жылы, 2008 жылы болды. Мен Американың мемлекеті жұмыс істедім. Және мен Корпус Мира мен жұмыс істедім. Және Корпус Мира школа құрғанға мені жіберді. Және школа құрғанда мен жақсы қазақша үйрендім. Сан-Францискода қазақтармен қалай араласасың? Олар қызықты. Жарысты болашақпен келді. Және жарысты өзі келді. Сосын өте қызықты Сан-Францискода. Себебі мүмкін егер қазақтар өзі келсе, мүмкін олар бай. Егер олар болашақпен келсе, олар өте ақылды шығар. Білмеймін. Мүмкін менің ауылым сағынамын. Бірақ Қазақстанда өте қиын маған, себебі мен орысша білмеймін. Менің ауылым жақсы, себебі олар тек қана қазақша сөйлейді. Бірақ егер мен басқа қала барсам, немесе басқа жерге, Қазақстан ішінде барсам, өмір өте қиын маған, себебі мен тек қана қазақша және ағылшынша білемін. Білемін. Көп өлеңдер білемін. Мақұл, теріске айтам. Сосын Созак ауданында тұрдым, сосын мен бұл өлең өте жақсы көремін, сосын теріске. Байлығы жаққан жалпақ жерге сыймай, күресенге сыймай, жырға сыймай, дария жырға сыймай ау. Күлімде туға менің теріскейім, күлсін жыласындай, құрдасындай, дария жырға сыймай ау. Теріскей айналайын, кел бетінен, сен бізге ақ бесіксің, тербетілген ау. Кары тау, келіншек тау, шола көрген қызыл құбыл саймайды, қонақтардан, дария қонақтардан ау. Ой, бәрекелді, рахмет.